сәлеметсіздер ме? Менің атым Айзеле. Мен 4 жаста туылдым. Мен өз әжемді жақсы көрем. Әжем ақылды, анам сұлу. Мен оларды елге қызымын. Мен анам және мен байқауы біздің бақытты екенімізді көрсетеді. Өссін, бір жастармен. Айзере, әжеге амандас, көріс әжемен. Амансың ба іштағым? Өркенің өссін, бір. Әжемен сізге бақыт береміз. Ой, айналайын қарағым, айта ғой. Сұлтан Халил әже, немелеміз әже, немелемде өлген, сөйбелеміз әже, өлеткен сөз мәнін тілімізсін әже, зарқылағандайым күнімізсін әже, суағында сүйіп, зайнанамыз әже, сылтыздан сенің айналамыз әже. Ой, айналайын, керемет, жаттап алған екенсің. Қызым, әжеңнен бата ал. Қазақта үлкеннің тілегі ең жақсы тілек дейді. Деген не ол? Бата деген үлкеннің ризашылығы, тілегі. Ал батамды берейін, қолдарыңды жайыңдар. Айналайын қозым, бақытты бол жұлдызым, талабыңа нұр жаусын, бақытың тасып толсын. Қадамыңа құттарып, болсын ұзақ ғұмырың. Өсіп өніп толғайсың, еліңе сыйлы болғайсың. Әумин. Әжемен сізді білеткен сөзбен. Батаны білем. Ой, айналайын, айта қош. Елім бата асына, амандық берсін басына, жоқ қындып тасын ба, қыдыр келсін қасына. Қылыны өсіп тайы болсын. Ал қызын өсіп тайы болсын. Бай болсын. Тербенде айтып кетпесін, осағындан бағып кетпесін. Әмин, ой, қозым әжесінің үйреткен баталарын жаттап алыпты. Балам, үлкеннің батасын алу біздің ұлттық салт дәстүріміз. Баталы бала, бақытты бала деген. Біз үлкенді сыйлаймыз, салт дәстүрімізді құрметтейміз. Бата қазақ халқының рухани мұрасының ең асыл қазыналарының бірі. Ол үлкеннің кішіге беретін ақ тілегі, шынайы ниеті, өмірлік бағыт бағдары. Бата арқылы халқымыз жас ұрпақты адамгершілікке, ізгілікке, имандылыққа, үлкенді сыйлауға, елін жерін құрметтеуге тәрбиелеген. Бата тыңдаған бала жүрегіне ізгі сөз сіңіреді, жақсылыққа ұмтылады, ұлттық болмысқа жақындай түседі. Сондықтан бата тек салт емес, тек сөз емес, ол халық даналығы, тәрбие негізі, ұрпаққа аманат рухани өнеге.